Қалай бар болғаны 10 минутта кешкі ас дайындауға болады. Ендеше сіз толық көруге асығыңыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал кеттік. Кез келген үйде табылатын сәбіз бен пиязды жақсылап тұрып, сарғайғанша табамызда қуырып аламыз. Үстіне тұз, бұрыш, қалауыңызға қарай дәмдеуіш салсаңыз да болады. Өте тез дайындалатын тағам болғандықтан әрдайым қуыру үстінде боламыз. Осыған дайын туралған, көбіктеп туралған, кесіктеп тураңыздар. Картопты салып араластырып кішкене қуырып аламыз да. Мен қолдан пельмен жасап қойдым. Сол пельменді саламыз. Мен дәмдеуіш ретінде роллтың приправасын салдым. Енді жаңағы қолдан жасалған пельменімізді жақсылап араластырып, үстіне қайнап тұрған суды ойымен бірдей етіп құйып, тегістеп жан-жағын. Сөйтіп етін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Қаласаңыз 12 минут пісіруіңізге де болады. Өте оңай әрі тойымды ас болып шықты. Мінекей менің кешкі асым дайын. Сіздерге